Барлығына сәлем, Қазақша әңгімелер каналына қош келдіңіздер. Мен бұл үйге келін болып түскен күнімді ешқашан ұмытпаймын. Ауылдағы қарапайым қыз едім. Арманым да үлкен емес, сабырлы күйеу, тату отбасы, жылы шаңырақ. Бірақ бәрі басқа болып шықты. Менің тағдырым, менің қателігім бәрі дәл сол күні басталды. Той өтті. Барлығы күліп жатты, билеп жатты. Әкем жылап тұрды, анам қолымды қысып бақытты бол, қызым деді. Мен де қуанып тұрғандай болдым. Бірақ ішімде бір белгісіз қорқыныш тұрды. Күйеуім Әлішер менен 11 жас үлкен. Бұрын соңды сөйлескен емеспіз. Екі-ақ рет кездесік. Екеуінде де анам жанымызда болды. Көзқарасынан ештеңе ұға алмадым. Бейтаныс адамға тұрмысқа шықтым. Үйге келін болып түскенде ақ бәрі салқын қарсы алды. Енем Махинур апа салқын қабақпен қарап. Енді біздің үйдің тірлігін сен бастайсың. Таңғы шай, түскі ас, кешкі қазан. Бәрі сенде. Осыны біліп келдің, иә, деді. Мен басымды изедім. Даусым шықпады. Алғашқы күннен бастап мен қызметші сияқты болдым. Таңғы 5-те тұрып еден жуамын. Қайынсіңлім Ләйла біресе телефон шұқылап, біресе менің жасаған тамағымды мазақ етеді. Күйеуім Әлішер үндемейді. Үйге кеш келеді. Үндемей тамағын ішеді, үндемей ұйықтайды. Бір рет, қалайсың деп сұраған жоқ. Екеуміз жатын бөлмеде бір төсекте жатсақ та, арасында мұхит бардай алыспыз. Бір күні тіпті өзіме, мен осындай өмірге неге келістім деген сұрақ қойдым. Бірақ жауап таба алмадым. Анамның дауысы есіме түседі, шыда, қызым. Еркектің бәрі бірдей емес. Келін болу оңай емес. Уақыт бәрін орнына қояды. Уақыт. Бірақ сол уақыт менің жанымды тоздырып бара жатты. Бір күні үйге күйеуімнің досы Нұртай келді. Орта бойлы, сымбатты, жылы сөйлейді. Бірінші күні ақ менен. Қалың қалай, келін? Үйреніп қалдың ба? Деп сұрады. Мен алғаш рет шын көңілмен жымиып. Шүкір, үйреніп жатырмын дедім. Сол сәтте менің даусымның дірілдегенін ол байқады ма, білмеймін. Бірақ көзіме тік қарап тұрып, шаршама, барлығы өтеді, деді. Ол сөздер мен үшін үлкен жұбаныш болды. Себебі үйде ешкім менің жағдайымды сұрамайды. Тіпті өзімді жоғалтып алғандаймын. Сол күннен бастап Нұртай келсе, менің жүрегім жылып кететін болды. Бөлмеге кіріп келсе, тіпті қасық ұстап отырған қолым дірілдейтін болды. Бұл не? Күнә ма? Әлде мен адам болғанымды сезінгім келе ме? Бір күні мен ауырып қалдым. Кешке дейін ас үйде жүргенде бір сәт есім айналып, еденге отырып қалдым. Енем мені көріп, айналып кетіпсің бе? Жас келін неге әлсірейді? Жұмысты білмегеннен. Тұр орныңнан, деді. Күйеуім ештеңе демеді. Тіпті қабақ шытпады. Ешкім жағдайын қалай демеді. Сол кеште Нұртай тағы келді. Мен шай құйып беріп отыр едім, ол менің бетіме ұзақ қарап тұрып. Сенде бәрі жақсы ма? Шыныңды айтшы, Назерке, деді. Мен тұрып кетіп қалдым. Себебі мен жылап жібергім келді. Бірақ олай жасауға хақым жоқ еді. Мен келінмін. Менің көз жасым ұят. Сол түні өз бөлмемде жалғыз жатып терезеге ұзақ қарадым. Аспан тұп-тұнық еді. Жұлдыздар жымыңдап тұр. Бірақ менің ішім қара түнек. Мен неге осы өмірге түсіп кеттім? Мен кімге ренжимін? Әке-шешеме ме? Тағдырыма ма? Әлде өзіме ме? Арада бірнеше күн өтті. Нұртай жиі келетін болды. Әр келген сайын жылы сөйлейді. Үйдің бәрі шуылдап жатса да, ол менімен көз арқылы сөйлесетін. Бір күні маған абайсызда қолын тигізіп алды. Көзі көзіме түсіп кетті. Сол сәтте жүрегім тоқтап қалғандай болды. Мен де одан алыстамадым. Тіпті сол күні ұйықтай алмадым. Ал таңертең бәрі бұрынғыдай. Тағы да шай, тағы да ене, тағы да үндемейтін күйеу. Бірақ менің ішімде дауыл. Күн сайын күшейіп келе жатқан бір құпия сезім. Бұл сезім күн сайын мені бір қадам алға итереді.
Бірақ сол қадам құздың жиегіне апара жатқанын сезіп тұрмын. Бір күні түсімде Нұртаймен сөйлесіп жүр екенмін. Ол маған: "Жүр, қашайық. Мен сені бақытты етемін", деді. Мен жылап тұрмын. Артымнан біреу қуып келе жатыр. Енем қолында пышақ. "Ұятсыз", деп айқайлап жатыр. Мен қашып келемін. Бірақ жүре алмаймын. Аяғым жерге батып бара жатыр. Сөйтіп оянып кеттім. Тер басып кеткен. Жаным шығып кете жаздады. Бұл түс пе, әлде шындықтың көлеңкесі ме? Күндердің бір күнде мен ас үйде тамақ істеп жатқанда Нұртай кіріп келді. Үйде ешкім жоқ болатын. Ол жай ғана: "Саған бір нәрсе айтқым келеді", деді. Мен үндемедім. Қолымдағы қасық дірілдеп кетті. Ол маған жақындады да: "Баяу, мен сені түсінемін. Сен ештеңеге кінәлі емессің", деді. Менің көзімнен жас ыршып кетті. Ол оны байқап қалтамнан орамалын алып жылап тұрған бетіме ұсынды. Сол сәтте мен оның қолын ұстадым. Жай ғана бір сәтке. Бірақ дәл сол сәтте сыртқы есік ашылды. Енем кіріп келді. Көзіміз түйісті. Ол бізді көріп қалды. Қолымда Нұртайдың қолы. Ол ештеңе демеді. Тек үнсіз бұрылып жатын бөлмеге кіріп кетті. Сол сәтте мен өз өмірімнің енді бұрынғыдай болмайтынын түсіндім. Енемнің көзі. Сол күнгі көзқарасы мені тірідей өлтіргендей болды. Айқайлаған жоқ. Ұрыспады да. Тек үнсіз қарады. Бірақ дәл сол үнсіздікте мен өз үкімімді естідім. Сол кештен бастап үйдегі тыныштық суық болып кетті. Енем менімен тіпті сөйлеспейтін болды. Қайынсіңлім де бұрынғыдай мазақтап күлмейді. Бірақ көзқарасы бәрін білем дегендей. Ал күйеуім ол ештеңе білмейтіндей көрінді. Бірақ мен оның да өзгергенін сездім. Әлішер кешірек келетін болды. Тіпті бірде үйге таңға жуық келді. Ештеңе деместен жатты. Мен үнсіз болдым. Ішімде уайым емес, қорқыныш бар еді. Енем айтты ма екен деп ойладым. Бірақ дәлел жоқ. Ал Нұртай сол күннен кейін келмеді. Бір апта өтті. Мен іштен күйіп барам. Ешкіммен бөлісе алмаймын. Телефоным жоқ. Анаммен де сөйлесе алмадым. Үйге келгеннен бері менің әлемім тек осы 4 қабырғадан тұрады. Бақыт деген сөз мен үшін мазаққа айналды. Бір күні таңертең енем маған: "Бүгін таңғы шайды өздерің ғана ішіңдер." Маған шипажайға жолдама түсті. 2 аптаға кетіп бара жатырмын деді. Мен не қуанып, не уайымдап үлгермедім. Ол өз бөлмесіне кіріп сөмкесін жинай бастады. Кетіп бара жатып: "Артыңнан сөз ергізбе, келін", деді де есікті сарт еткізіп жапты. Сол сәтте мен өзімді алғаш рет жеңіл сезіндім. Үйде тыныштық. Ешкім бақыламайды. Бірақ сонымен бірге қорқыныш. Себебі менің ішкі дүнием енді басқа адамға айналып кеткендей болды. Кешке қарай Нұртай келді. 1 аптадан кейін алғаш рет көріп тұрмын. Бетіме қарады да баяу ғана: "Қалың қалай?" деді. Мен басымды изедім. Ештеңе демедім. Ол да үндемеді. Бірақ көзіміз тілдесті. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Ас үйде екеуміз ғана қалдық. Мен шай құйып беріп тұр едім. Ол қолымды ұстап алды. Қатты емес. Жай ғана. Мен қарсы шықпадым. Бұл дұрыс емес екенін білсем де, ол сәтте мен бәрін ұмытқым келді. "Неге үндемей кеттің?" деп сұрадым. "Себебі өзімді ұстай алмаудан қорықтым", деді ол. "Ал қазір ше?" "Қазір кеш болды." "Неге?" "Себебі сен біреудің жарысың." Мен жылап жібердім. Даусым шықпады, бірақ көзім тоқтамай жас ағып тұрды. Ол мені құшағына алды. Сол сәтте мен өзімді өмірімде алғаш рет әйел сезіндім. Махаббат па еді бұл? Әлде жалғыздықтан туған әлсіздік пе? Білмеймін, бірақ мен ештеңеге қарсы тұра алмадым. Түн болды. Ол кетті. Мен бөлмеме кіріп көрпемді басыма тартып ұзақ жыладым. Бұл опасыздық екенін білдім.
Бірақ сол сәтте өмірімдегі жалғыз шынайы сезім сол секілді көрінді. Келесі күні таңертең Ләйла маған бір түрлі көзбен қарады. Тіпті қасақана. Біздің келінде қазір біреуге ғашық боп жүрген шығар деп күлді. Менің жүрегім шым етті. Ол білетіндей көрінді. Бірақ мен үн қатпадым. Ештеңе дәлелсіз. Бірнеше күн өтті. Әлішермен арамыз тіптен суып кетті. Ол маған мүлде қарамайтын болды. Бір күні кешкі ас үстінде. Бір айдан кейін шетелге барамын, жұмыс бойынша. 3 айға, деді. Мен таң қалдым. Бұрын мұндайды айтпайтын. Мен ше, дедім. Сен осында қаласың, деді де орнынан тұрып кетті. Мен тағы да жалғыз қалдым. Бірақ бұл жолы бұл жалғыздықты қаладым. Сол аптада мені бұрынғы Назерке ретінде мүлде ұмыта бастадым. Бұрын мен үшін отбасы, абырой, тазалық деген бәрінен жоғары еді. Ал қазір жүрегімнің дауысы ғана бар. Ол мені итеріп жатыр. Және мен бұл жолы қарсы тұрмадым. Нұртаймен қайта кездесіп жүрдік. Үйде ешкім жоқ кезде келетін болды. Біз көп сөйлесеміз. Күлеміз, кейде үндемей отырамыз. Бірақ сол үнсіздіктің өзі жылу. Бір күні ол мені қала сыртына алып кетті. Ешкім жоқ, көгалды алқап. Тыныш, сол жерде мен оған бірінші рет. Неге мен емес? Неге менің тағдырым бұлай болды? Дедім. Ол үнсіз отырды. Сосын маған қарап. Сен бақытты болуға лайықсың. Бірақ бұл жол емес. Деді. Мен оған қарап тұрып. Ендеше мені бақытты ет. Дедім. Ол жақындап келіп мені ақырын сүйді. Сол сәтте аспан бұзылып жаңбыр жауып кетті. Біз көлікке жүгіріп кірдік. Екеуміз күлдік. Бірақ менің ішімде бір сезім, бұл сәт бақыт әкелмейді деп айтып тұрғандай болды. Үйге қайтқанда енем оралған екен. Есік алдында тұр. Бізді көріп қалды. Менің шашым су, бетім күлкіге толы. Ол мені көріп, келін, сен қайдан келесің? Деді. Мен үндемедім. Нұртай амандасып жылдам кетті. Енем күлімсіреді. Бірақ ол күлкіде мейірім емес, кек бар еді. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Бір сезім бәрі ашылады деп тұрып алды. Ал келесі күні дәл сондай болды. Енемнің көзқарасы маған бәрін айтқандай болды. Ол сұрамады. Айқайлаған да жоқ. Тек күлімсіреді. Бірақ мен сол сәтте ақ түсіндім, бәрі енді басқаша болады. Ол менің ішімдегі құпияны сезіп қойды. Әйелдің интуициясы алдамайды. Сол күннен бастап үйдің ішіндегі тыныштық басқаша болып кетті. Әр бөлмеге кірген сайын арт жағымнан бір көз қарап тұрғандай болады. Менің әр қадамым енемнің бақылауында. Әр сөзім, әр қимылым тексерістен өтіп жатқандай. Бір күні кешке Ләйла телефонын қолына ұстап маған қарап былай деді. Кеше бір қызық видео түсіріп алдым. Бірақ кімге жіберерімді білмей отырмын. Менің қолымдағы кесе дір ете қалды. Қандай видео? Дедім үнсіздікпен. Ол күліп, адамдар кейде байқамай бәрін көрсетіп қояды деді де бөлмесіне кіріп кетті. Сол түні мен өз бөлмемде көпке дейін отыра бердім. Ойымда тек бір сұрақ, олар не көрді? Нұртаймен сол саябақтағы күнім есіме түседі. Қолымыз ұстасқан ба еді? Сүйдік пе? Әлде күлімсіреп отырған сәтіміз бе? Қай сәт еді? Мен енді өзіме сене алмаймын. Күйеуім Әлішер мүлде үндемейді. Бірақ бір түрлі өзгеріп кетті. Үйде аз жүреді. Көзіме қарамайды. Бір күні тіпті мен тамақ әкелгенімде. Қаласаң үйге қайт. Ата-анаңа? Деді. Мен не күлерімді, не жыларымды білмей қалдым. Не үшін? Дедім. Менің саған деген сезімім жоқ деді. Сол сәтте менің бүкіл жан дүнием асты үстіме келіп кетті. Бұлай күтпедім. Мен жаман келін болдым ба? Әлде ол бұрыннан сүймеді ме? Бәлкім екеумізді тағдыр еріксіз қосқан болар. Таңертең тұрғанымда енем ас үйде күлімдеп отыр екен. Шай ішемісің? Деді. Мен үндемедім. Жақсы келін болудың жолы еркекке адал болу. Сен кеш түсіндің, бірақ енді тым кеш деді жай ғана. Сол күні күн бұлтты болды.
Бірақ менің ішім бұдан да қараңғы еді. Мен өз тағдырымнан қорқа бастадым. Тіпті өзімнен. Нұртаймен кездеспедік. Ол келуді қойды. Телефоным болмаса да оның келмей қойғанын сездім. Мені қорғай алмайтынын, ар жағын білетінін. Мен оған салмақ салдым. Ол қорқып қалды. Мені сүйгені рас. Бірақ ол бұл махаббатты алып жүре алмады. Сол күні түнде мен түс көрдім. Бейтаныс үй. Ішінде мен жатырмын. Босануға жақынмын. Ешкім жоқ. Есіктер ашық. Далада дауыс бар. Енем мен шешем айқайласып жатыр. Ұятта келдің, дейді біреуі. Ол сенің келінің емес, қызым еді ғой, деп жылайды анам. Мен айқайлап, мен не істедім соншалық, деп оянып кеттім. Ояна салып айнаға қарадым. Көзім шүңірейіп кеткен. Мен бұл өмірге лайық емеспін бе? Мен тек махаббат қана қалаған едім. Неге мен үшін ол да күнә болып саналды? Сол күні есіктің қоңырауы соғылды. Ашып едім, Нұртай, бірақ бет әлпеті суық. Жүзі сынық. Бізге сөйлесу керек деді. Мен үнсіз бас изедім. Қонақ бөлмеге кірдік. Мені осы үйге енді кіргізбе. Неге? Сен үшін. Өзің үшін. Қорқып тұрсың ба? Жоқ, бірақ менің саған деген сезімім сені құртып жатыр. Мен үндей алмадым. Тек көзімнен жас ағып кетті. Ол есіктен шыққанда мен жүрегімнің бір бөлігімен бірге қоштасқандай болдым. Енем келді. Ұмыта алмай тұрсың ба? Деді. Не айтқыңыз келеді? Дедім. Бәрін көріп, біліп отырмын. Бірақ әлі уақыт бар. Өзіңді құтқар. Әйтпесе бәрін айтатын боламын. Сол түні мен ұзақ ойландым. Бәрі ашылар болса, менің отбасым не дейді? Әкем, анам ше. Менің атақ абыройымнан не қалады? Мені кім кешіреді? Таңертең тұрып айнаға қарадым. Өзімді танымай қалдым. Бұл мен емес. Бұл Назерке емес. Келін атанып махаббат іздеген қыз емес. Бұл тағдырын бұзған, жүрегін тастаған, өзіне де, өзгеге де сенуден қалған әйел. Бірақ мен әлі тірімін. Демек, бәрі бітпеген. Бір үміт бар шығар. Арада бірнеше күн өтті. Үйде бәрі үнсіз. Бірақ дәл сол үнсіздік мен үшін ең қатты айқай сияқты. Енем бұрынғыдан да суық. Әлішер мүлде бөтен адам. Қайынсіңлім Ләйла бұрынғыдай емес, тіпті аяғандай қарап қояды. Бірақ мен бұл аяушылықты көтере алмаймын. Себебі мен өзіме өзім жек көрінішті бола бастадым. Бәрі мені тастап кеткен сияқты. Бірақ ең сорақысы, мен де өзімді тастап кеттім. Бір күні түскі уақытта сыртқа шықтым. Аулада отырғам. Жай ғана тыныс алғым келді. Сол сәтте Нұртай келіп қалды. Не себеппен келді, білмеймін. Бірақ беті шаршаңқы, көзі ұйқысыз түндердің куәсіндей. Мені көріп тоқтады. Біраз үнсіз тұрды. Сосын баяу жақындады. Сен амансың ба? Деді. Мен басымды изедім. Даусым шықпады. Кеудемдегі бүкіл сөздер тамағыма тұрып қалғандай. Ол біраз тұрды да маған кішкентай қағаз берді. Оқы, кешкісін кел. Бірақ бұл соңғы рет, деді. Қағазда тек мекенжай жазылған. Мен не ойларымды білмедім. Ішімнен болмайды, бәрі бітті ғой, деймін. Бірақ жүрегім бар соңғы рет болса да бар, дейді. Кешке енем мен Әлішер бір жаққа шықты. Мен жалғыз қалдым. Қағазға қайта қарадым. Аяқ киімді кие беріппін. Өз-өзіме келсем, есік алдында тұрмын. Көше жым-жырт. Қаланың шет жағындағы кішкентай қонақ үй. Ішке кірдім. Нұртай отыр. Терезеге қарап. Көңілсіз. Келдің бе? Деді. Мен иә дегендей бас изедім. Бұл кеш соңғы рет, Назерке, ертең мен кетем. Басқа қалаға. Жұмыс бойынша. Бірақ сені көрмей кете алмадым. Мен үндемедім. Жаным күйіп тұр.
Қанша рет өзіме болмайды дегенмен жан дүнием оған тартып тұрады. Ол менің қасымда отырды. Мен саған ешқашан зиян келтіргім келмеді деді. Бірақ сені ұмыта алмаймын. Мен де дедім. Даусым сыбырдай шықты. Ол мені құшағына алды. Қатты емес, жай ғана. Бірақ сол құшақта бүкіл өткен күндер, бүкіл жасырын сезімдер, бүкіл өкініш жатқандай болды. Сол кеш, сол бөлме, сол тыйым салынған бақыт, сол соңғы рет деген сөз. Бірақ ол соңғы болмай шықты. Бір аптадан соң менде өзгеше сезім пайда бола бастады. Таңғы жүрек айну, шаршау кешкісін өзімді ауыр сезіну. Бастапқыда ойламадым. Бірақ бір күні дүкеннен сүт алып келе жатып, жолда есім айналып құлап түстім. Бір апай көмектесті, үйге жеткізіп салды. Енем, әрине, қабағын шытты. Тағы не болды? Не жетіспейді саған осы үйде? Деді. Мен үндемедім. Бірақ ішімде дауыс бар, балам бар ма менде? Сол түнде жастығым су болды. Жыладым білмеймін не үшін. Қорқыныш па? Қуаныш па? Ұят па? Бәрі араласып кетті. Келесі күні бәрінен жасырын түрде жақын маңдағы жеке клиникаға бардым. Тест тапсырдым. Жауапты қолыма ұстағанда тізем дірілдеп кетті. Бір сөйлем, сіз жүкті болдыңыз. 5 апта. Мен креслоға отыра кеттім. Дәрігер бір нәрсе айтып жатты, бірақ мен естімедім. Бүкіл әлем тоқтап қалғандай. Уақытта демде жоқ. Тек бір ой, бала кімнен? Үйге қайтып келдім. Күйеуіме айтсам ба? Бірақ ол маған ешқашан жанашырлықпен қараған жоқ. Енем ше? Ол мені онсыз да жек көреді. Анама ше? Мен ешкімге айта алмаймын. Ал Нұртай? Ол жоқ. Ол кеткен. Мен оның нөмірін де білмеймін. Ол мені ешқашан қайтып іздемеді. Демек, мен жалғызбын. Бірақ енді жалғыз емеспін. Менде бір тіршілік бар. Мен оны сезіп тұрмын. Сол түні мен айнаға ұзақ қарадым. Бұл менің өмірімнің ең үлкен қателігі ме? Әлде тағдыр ма? Күнә ма? Жаза ма? Әлде сыйлық па? Ертесі күні енем менің бөлмеме кіріп келді. Қолында бір қағаз. Бетіме тастады. Бұл не? Мен қағазға қарадым. Анализ қорытындысы. Сол клиника. Сол нәтиже. Мен ішімнен шошып кеттім. Қалай білді? Мен жасырған едім. Кімнен? Деп айқай салды. Мен үнсіз тұрдым. Жауап бере алмадым. Себебі мен де нақты білмеймін. Ал ол менің үндемеуімді мойындау деп қабылдады. Ол келіп менің бетімнен шапалақпен ұрды. Бір емес, екі емес. Менің үйімде не ұят. Мен сені адам болады деп ойлап едім. Мен құлап түстім. Бірақ үндемедім. Қорғанғанда жоқпын. Себебі мен енді өзімді қорғай алмаймын. Бұл менің ісім еді. Менің таңдаған жолым. Сол түнде мен заттарымды жинап, үнсіз үйден кеттім. Ешкімге айтпай, ешкімді тоқтатпай. Анамның үйіне қайттым. Анам мен әкем үнсіз тыңдады. Анама қарағанымда көзінде тек бір ғана сұрақ тұрды. Қызым, не болды? Мен бәрін айтып бердім. Еш нәрсені жасырмай. Көз жасыммен, өкінішіммен. Олар үнсіз тыңдады. Әкем сыртқа шығып кетті. Анам құшақтап, бәрі бітпеген. Сен тірісің. Ішіңдегі бала тірі. Ол сенің үмітің, деді. Мен сол сөзге жармасып қалдым. Анамның құшағында ұзақ жаттым. Тіпті бала секілді өксіп жыладым. Бала демекші мен енді ана атанбақпын. Ал бұл ой мені бір мезетте қуандырып, бір мезетте құлатады. Себебі мен кімнен жүкті екенімді білмеймін. Ең қорқыныштысы, мен оны шын мәнінде білгім келмейді. Келесі күні ауылға тарады. Бәрі естіді. Ауыл құпияны сақтамайтын тірі организм.
Апалар күбірлеп, көршілер жалтақтап, ағайындар бетіме тіке қарамай қалды. Әкем көп сөйлемейді. Бірақ бір түні естіп қалдым, сыртқа шығып жылап тұр екен. Қызымның соры болды бұл замана, деді өзі ғана естіртіп. Анам маған бір сөзді қайта-қайта айта берді. Қызым, бұл сенің жазаң емес. Бұл өмір. Ал өмір кейде әділетсіз. Бірақ сен берілме. Баланды аман есен көтер. Мен де анама сенгім келді. Бірақ мен өзімді кешіре алмай жүрдім. Ұйқыдан шошып оянам. Түсімде енем мені таспен ұрып жатыр. Әлішер қасымда тұрып, сен өзің таңдадың, деп айқайлайды. Содан кейін оянам. Қатты терлеп, қолым ішімде. Бала, жоқ, оны жоғалтуға болмайды. Мен не болсам да, енді бұл тіршілік үшін күресуім керек. Бір күні есік қағылды. Анам ашып еді, қарсы алдында Махинур ене тұр. Бетінен от шықпайды. Суық, мен бірден орнымнан тұра алмай қалдым. Ол ішке кірді де, бірден. Сен менің үйімді қор еттің. Абыройымды таптадың. Ұлымның атына кір келтірдің. Енді не істейсің? Анам, апай, сабыр етіңіз. Қызым жас. Өзіне де оңай емес. Оңай емес. Ұятсыздықтың жасқа қатысы жоқ. Деп айқай салды. Ол енді ана болады. Дедім мен дірілдеп. Енем тоқтай қалды. Бір сәтке үндемеді. Сосын, сен оны менің баламнан деп айта алмайсың. Мен бәрін білем. Сен кіммен кездескеніңді де білем. Мен басымды төмен түсірдім. Жарайды, айтшы, ол қайда қазір? Қайда сол сүйіктің? Мен үнсіз қалдым. Өйткені, мен де білмеймін. Нұртай бірден жоғалып кетті. Хабар жоқ. Нөмірі өшірулі. Ол менен бас тартты. Мүмкін қорықты. Мүмкін ешқашан сүймеген де болар. Енем маған қарап. Сен бұл баланы тумайсың. Әйтпесе мен сені бүкіл елге масқара қыламын. Жоқ, мен тастамаймын оны. Бұл менің кінәм болса да, ол кінәлі емес. Деп жауап бердім. Даусымнан өзім қорқып кеттім. Махинур апа кетіп қалды. Бірақ мен білдім, ол оңай тоқтамайды. 2 аптадан кейін мені ауыл әкімдігіне шақырды. Барып едім, ондағы әлеуметтік қызметкер. Сізге қатысты шағым түсті. Тәрбиелік тұрғыда жағдайыңыз күмәнді деп есептеліп отыр. Келесі аптада комиссия келеді. Мен түсінбей қалдым. Не комиссия? Баланың болашақ ортада тәрбиеленуіне қатысты. Яғни баламды тартып алмақшы ма? Осы күйіммен де мені ана болуға лайықсыз деп таппақшы ма? Көзім қарауытып, орнымнан әрең шықтым. Үйге келіп анама айттым. Ол үндемей отырып қалды. Сосын ақырын. Сенің енді күресерге басқа жолың жоқ, қызым. Сол түні есік қағылды. Ашып едім, Нұртай тұр, беті шаршаңқы, көзі қызарған. Назерке, кешір мені. Мен қорықтым. Жоғалып кеттім. Бірақ сені ұмыта алмадым. Бәрін білдім. Баланы да. Мен тұрып қалдым. Бір сәтте не ашу, не сағыныш, не өкпе, бәрі бірдей ішімнен атылып шықты. Сен қайда болдың? Қаштың, ал мен жалғыз қалдым. Мен осы уақытта бәріне қарсы тұрдым. Ал сен үнсіз жоғалдың. Ол тізерлеп отырып, маған екінші мүмкіндік берші. Бала үшін? Сен үшін? Мен жауапкершіліктен қашпаймын. Кеш, дедім. Кеш емес шығар. Бірақ мен сені енді жүрекпен емес, ақылмен тыңдаймын. Сол түні ұзақ сөйлестік. Ол шынымен өзгеріп кетіпті. Бірақ мен енді бұрынғы Назерке емеспін. Мен анамын. Мен күйіп кеткен тағдырдың ішінен тірі шыққан әйелмін. Келесі күні мен әкімдікке өзім бардым. Әлеуметтік қорғаушыға қарадым да. Мен жалғызбын. Бірақ менің балам бар. Мен оны жақсы көрем. Егер сіздер мені масқара еткілеріңіз келсе, өздеріңіз білесіздер. Бірақ мен осы баланы қайдан болса да, қандай күйде болса да өмірге әкелем. Ол үнсіз қалды. Қолындағы қаламын қойып. Сізді түсінем.
Біз тек тексереміз. Бірақ, күшті екенсіз. Көп әйелдер бұлай айта алмайды деді. Мен ішімнен жылап тұрдым. Ал енем ол хабарласпады. Бірақ кейін білдім, Әлішер шетелден оралмай қойған. Бизнесін сол жақта жалғастырыпты. Ал Махинур апа өз үйінде жалғыз қалған екен. Мен босандым. Ұлымды құшақтағанда бүкіл ауыр өткен күндер естен шықты. Ол менің екінші өмірімнің бастауы еді. Ешкімге ұқсамайтын, күнәдан емес, өмірден жаралған бір таза жан. Нұртай жанымда болды. Біз ресми некеге тұрмадық. Себебі мен әлі жүрегімдегі жараны толық емдеген жоқпын. Бірақ ол маған, екеуің үшін бәріне дайынмын деді. Мен де сенгім келеді. Ұлым туылған күн менің екінші рет өмірге келген күнім болды. Қанша азапты бастан өткеріп, қанша көз жасымды құрғатқаныммен, дәл сол сәт бәрін өшіріп тастады. Құшағыма жаңа өмірді алдым. Таза, пәк, ешкімге кінәсі жоқ кішкентай жанды. Аты Санжар, себебі ол менің жанымды сақтап қалды. Ауруханадан шыққан күні алдымнан анам мен Нұртай шықты. Нұртайда гүл, анамда жылы көрпе. Екеуі де жымиып тұр. Сол сәтте алғаш рет жүрегім тыныштық тапты. Мен ана болдым. Бірақ менің тағдырым әлі толық шешілген жоқ. Ауылға қайтпадық. Қалада пәтер жалдадық. Нұртай жұмысқа орналасты. Түнде сүт беріп отырып, кейде өзімнен сұраймын. Мен шын бақыттымын ба, әлде жай ғана өмірге көндім бе? Кейбір түндерде жүрегім қысылып өткенді еске алам. Енемнің айқайы, Әлішердің салқындығы, Ләйләнің мазақты күлкісі, клиникадағы нәтиже, шапалақ бәрі көз алдыма келеді. Бірақ дәл сол сәтте Санжардың тыныс алғаны естіліп кетеді, бәрі жоқ болады. Бір күні есік қағылды. Ашсам, Махинур апа. Өзгеріпті, қартайып қалыпты. Жүзі солғын. Қолында кішкентай пакет, гүл. Балам, ренжіме. Мен бәрін дұрыс істедім деп ойладым. Бірақ мен де қателестім. Ол көзіме тіке қарады. Жүзінде шын өкіну бар еді. Мен үндемедім. Санжар іште ұйықтап жатыр еді. Енем ішке кіріп, жай ғана былай деді. Мынау менің немерем бе? Мен бас изедім. Ол баяу жақындап бесікке үңілді. Көзінен жас ыршып кетті. Әлішермен байланысым үзілді. Ол шетелде қалып қойған. Бала көтермей қойдың деп мен кінәлап едім, енді ойласам, тағдыр маған жауапты сен арқылы қайтарды. Мен тағы үндемедім. Ол маған қарап, мені кешір, келін. Сол сәтте ішімде не тоң болып қатып тұрған болса, иіріп сала берді. Жылап құшақтасып алдық. Ол маған, Санжар менің де немерем. Егер қарсы болмасаң кейде келіп шай ішіп тұрайын деді. Мен, енем келсін. Келіннің есігі жабық болмайды дедім. Көп ұзамай Ләйлә да хабарласты. Инстаграмға менің баламның суретін көріп жекеге жазды. Бәрі ұмытылады. Сен мықты екенсің. Мен оған да жауап бердім. Сен де жақсы адамсың. Біз бәріміз жаңыламыз. Бірақ өмір тоқтамайды. Бір жыл өтті. Санжардың туған күні. Шағын дастархан. Анам, әкем, Нұртай, Махинур апа бәрі бір үстелде. Баланың туған күнінде мен алғаш рет өзімді толыққанды ана, әйел, адам ретінде сезіндім. Нұртай маған сақина сыйлады. Мен енді сенің тек баланың әкесі емес, жарың болғым келеді деді. Мен ойландым. Себебі мен махаббатқа емес, сенімге мұқтаж болдым. Маған уақыт бер дедім. Ол басын изеді. Бірақ сол кеште өзіме бір уәде бердім. Өткенім мені өлтірмеді. Демек, болашағымды құра алам. Енді мен ешкімге жалынбаймын. Жыламаймын, жауап іздемеймін. Мен енді өз тағдырымның иесімін. Ұлыммен бірге мен жаңадан бастадым.